ашып өттіңіз. Енді келесі баяндамаға өтейік. Келесі қатысушымыз тарих ғылымдарының кандидаты, Абди гуманитарлық ғылыми зерттеу институтының мүшесі Қанат Өскенбай. Баяндаманың атауы орта ғасырлық қазақ даласындағы жошы жорықтарының тарихи географиясы. Our next presenter is Dr. Kanat Uskenbay from Abdi Humanitarian Research Institute, and the topic of the presentation is the historical geography of the Georgia campaigns in the medieval Kazakh steppe. Сәлеметсіз бе, құрметті қонақтар. Мен баяндамам Жошы хан, Шыңғыс хан тұңғыш бірінші ұлы, бірінші баласы, соның Қазақстан жеріне, Қазақ даласына жасаған жорықтары туралы айтқым келеді. Көрінемі деп ойлаған едім. Бұл мен дайындаған картым. Бұл жалпы Евразиялық дала кеңістігі, оң жағымызда шығыста, яғни қазіргі Монғолия, Қытай даласы, батыс жағында Қазақстан қазіргі, ал мына картада көрсетілген жорықтар бұл Жошы хан өзі басқарған, немесе қатысқан жорықтардың сызбасы, осындай схемасы. Тарихи әдебиетте Жошы өмірбаянына байланысты қалыптасқан үш пікір бар. Осы үш пікір туралы мен қысқаша осылай айтқым келеді. Бірінші пікір, Жошы Қазақ даласына шабуыл жасап, кері Монғолияға қайтатын деген пікір бар. Мысалы, шабуылдайды, қайтадан қайтады, шабуылдайды, қайтадан қайтады дегендей. Бұл мен ойымша дұрыс емес. Жошы Қазақ даласына келген соң, алғашқы келген соң, сол Монғолияға қайтып оралмай, осы Қазақ даласында қаза болғанға дейін осында қалды. Осы мен өзім хабарламамда осы пікірді дәлелдеуге тырысам. Екінші пікір, Қазақ даласының жергілікті көшпелі халқы, яғни қыпшақтар, қаңлылар, Жошының әскеріне белсенді қарсылық көрсете алмады деген пікір бар. Жошы Қазақ даласын тез әрі оңай жаулап алды. Әдебиетте әртүрлі осындай сөздер айтылады. Мысалы, ресейлік әдебиетте Жошы Қыпшақ даласын найзағайдай атты әскер шабуыл жасап, тез арада жаулап алды дейді. Молниеносный кавалерийский рейд болды дейді. Мысалы, отырықшы қалаларды, Хорезмдағы мемлекеттерді Жошы немесе Шыңғыс хан әскері ұзақ уақыт қоршап, көп үлкен күшпен алса, ал Қыпшақ даласын тез әрі оңай алды. Мен ойымша бұл да тұжырым қате. Жошы Қыпшақтар мен қаңлыларға қарсы соғысы көп жылдарға созылған сұрапыл соғыс болды деп айтуға да болады. Үшінші пікір, Ұлытауда, қазіргі Ұлытау облысында Жошы хан мазары бар екенін бәрімізге мәлім, бірақ та сол кезде жазылған тарихи деректер бұл жөнінде не дейді? Жошы осы өңірде болды ма? Болса қашан болды, қай кезде болды? Оның негізгі ұлысы қай өлкеде орналасты? Өмірінің соңғы жылдары Қазақстанның қай жерінде өтті деген сұрақтар туындайды. Жошы хан Қазақ даласына жасаған жорықтардың тарихи географиясын зерттей келе, осы сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Ортағасырлық Қазақ даласындағы Жошының әскери жорықтарының тарихи географиясы осы уақытқа дейін арнайы зерттелмеген. Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы Моңғол әскерінің негізгі соғыс жорықтарының бәріне қатысқан. Жошы өзінің алғашқы жорығын 1207 жылы Сібірдегі орман халықтарына жасады. Бұл жорықты өзі бастап шыққан, картада да оны көруге болады. 11-16 жылдары Цзинь империясының қалаларын басып алған жасақтарды Жошы әкесі және інілерімен бірге басқарған. Ал Жошының өзінің қолбасшылық таланты әсіресе қазіргі Қазақстан аумағындағы қыпшақтар мен қаңлыларға қарсы соғыста айрықша көзге түсті.
Орта ғасырлық дерек көздерде Дешті Қыпшақ аталған аймақты Жош Хорезмшах мемлекетіне қарсы жорыққа шығардан бұрын жаулап алуды бастады, яғни 1219 жылға дейін. Мысалы, біз ойлаймыз, 19 жылы отырарға келді, сосын одан кейін барып Дешті Қыпшақты жаулап алды. Жошы бастаған моңғол ұлысының жасақтары қазақ даласын біртіндеп 1218 жылдан бастап 1223 жылға дейін жалғасты. Жошының әскери жорықтарын тарихи географиясын Дешті Қыпшақтың негізгі өзен арналарымен байланыстыруға болады. Қыпшақ даласында бірнеше осындай географиялық аймақ анықтадық. Қазіргі шығыстағы қазақ даласында Ертіс өңірі, батыс Қазақстанда Жем, Ырғыз, Жайық, Еділ өзендерінің алқабы, бүгінгі оңтүстік Қазақстан аумағында Сыр бойы және Құланбасы деген тарихи аймақ. Жошының Ертіс бойындағы соғыс қимылдары, бұл алғашқы оның әрекеті. Жошы жасағын Қазақстанда алғаш аялдаған жері Шығыс Қазақстан. 17 жылы Жошы мұнда Меркіт жасағымен шайқасқан болатын. Рашидтадин дерегі бойынша меркіттер Наймандар аймағына қашып, ол жақта қайта жиналып, Шыңғыс ханға қарсы дұшпандық іс-әрекеттер бастамақ болып жүрді дейді Рашидтадин. Ал моңғолдың құпия шежіресінде былай айтылған: Алтай тауының қойнауында Арай жотасымен асып кеткен меркіттер наймандармен бірігіп Ертіс өзенінің бұқтырма түбінде әскерлерін жасақтап дайындала бастады дайындалды. Бұл шайқас қазіргі Шығыс Қазақстан аумағында, Шығыс Қазақстан облысының Алтай ауданының қазіргі Алтай қаласының бұрынғы Зырян деп аталатын қала, оңтүстік батысында, яғни бұқтырма мен Ертіс өзендерінің сағасында болды деп айтуға болады. Байқасаңыз, 13 ғасырдағы деректе қазіргі бұқтырма өзені аталады. Ал одан кейін Жошының батыс Қазақстандағы әскери әрекеттері деп айтуға болады. Соғыста жеңілген меркіттер осы Шығыс Қазақстанда бүкіл Дешті Қыпшақты басып өтіп, қазіргі батыс Қазақстан аумағына қашып шығып, қыпшақтармен бірігіп, Жошыға қайра қарсы шапқан. Моңғолдардың құпия шежіресінде былай айтылған: Меркіт Тоқтағанның ұлдары негізі Құты, Қал, Чылағұн бастаған меркіттер хандық қыпшақтар жерін басып өтіп жөнелді дейді. Жошының батыс Қазақстандағы әрекеті Жем мен Ырғыз өзендерінің бойында өткен. Ол жерде қыпшақтармен және Хорезмшах Мұхаммедпен екі шайқас болған анықтадық. Яғни 1218 және 1219 жылдары. Бұл соғыстың хронологиясы тарихи деректерде әртүрлі айтылады. Бұл кезеңде негізгі әскери қимылдар осы екі өзен сағасында болды: Жем және Ырғыз. Үшінші, Жем өзенінің жағасындағы шайқас. Яғни бұл шайқас меркіттермен қыпшақтарға қарсы. Батыс Қазақстанда сол кезде қыпшақтар мекендеген. Сол кездегі деректер бойынша қыпшақтардың ханы Инасу деген хан болатын. Ол меркіттерге пана беріп, олармен одақ құрып, оларға көмектесем деп уәде берген екен. Қазіргі америкалық тарихшы Томас Ольсон бұл қыпшақ тайпасының аты Ольбері дейді. Енді біздің жаңағы әдеби әуесқой әдебиетте немесе кейбір тарихшылардың ойлары бойынша енді бұл тайпаның атауын әртүрлі атайды. Ел бөрі дейді, тағы басқа. Бірақ нақты бұл атаудың мағынасы белгісіз. Мысалы, америкалық тарихшы Питер Голден айтуынша, бұл моңғол тілінен шыққан сөз, аудармасы әлсіз, денсаулығы нашар дегенді білдіреді деп айтады. Жошының қыпшақтар мен меркіттермен шайқасы 1218 жылы күзде Чан өзені
немесе Чан Мурен деп аталатын деректе сол маңында болды. Мурен моңғол тілінде өзен дегенді білдіреді. Чан атауы ол жаңағы екі әріппен берілген арабша сол G және M деп, жем өзені деп айтуға болады. Қазіргі соңғы аудармада, Раштадин қазақ тілінің аудармасында Жан Муран деп оны аударды. Жан деген, яғни жем өзені. Онда бір маңызды ескерту бар. Осы шайқастан кейін жошы Монғолияға қайтып орала алмады. Ол осында қалды, яғни 17-ші жылы қазақ даласына келіп, 25-ші жылы қайтыс болғанға дейін осында ол болды. Төртінші тезисіміз Ырғыз өзенінің жағасындағы шайқас. 19 жылдың көктемінде моңғолдар Ырғыз өзенінде Харемшах Мұхаммед әскерімен кездесті. Бұл соғыс жалпы бәрімізге мәлім. Қалай болған, қалай өткен Ан-Насауи сияқты тарихшылар бұл соғыс туралы айтады. Хронологиясы менің ойымша сол 1219 жылдың көктем мезгілінде болды. Жалпы бұл соғыс туралы Ан-Насауи былай жазған болатын: Харемшах Мұхаммед сұлтан Ырғызға жақындағанда өзен қатып қалған еді, мұз жұқа болды. Мұз үстінде өзеннен өту мүмкін болмады, сондықтан мұз ерігенше күттік дейді. Сол Василий Бартельдің айтуы бойынша сонда ол жаңағы енді судан жаңағы мұзбен емес, мұз ерігеннен кейін барып өтті дейді. Жувейни деген тарихшы пікірі бойынша меркіттердің қашқан жері Қарақұм деп аталады. Меркіттер моңғолдардың ханларын мекендеген жер Қарақұмға қашты дейді. Қарақұм немесе Қарақұрым деп айтылады. Қазіргі біздің тарихшымыз Сержан Ақынжан Қарақұм аймағы немесе Құм қыпшақ парсы деректердегі Дешті қыпшақ аймағына сәйкес келеді деп айтады. Деректерде өзендердің атаулары әртүрлі берілген. Мысалы, ол жерде жем деген атау бар. Бірақ оның бірге Раштадинді Қайлы және Қимаш деген өзендер айтылады. Шығыстанушы Владимир Минорский бұл өзендер туралы бұл өзендерді Ырғыз мен Тұрғай өзендермен теңейді. Осы соғыстың нәтижесі енді оқулықтарда жалпы тарихи әдебиетте жошы жаңағы түн ортасында от жағып, сосын өзі әскермен кері Монғолияға қашып кетті деп сондай пікір бар. Бұл негізі қате пікір деп айтуға болады. Жошы хан бұл соғыста жеңілген жоқ, керісінше Харемшах Мұхаммед бұл соғыста жеңілген болатын. Жалпы бұл соғыс туралы біз білетін Жувейни, Ибн Ал-Асир, Ан-Насауи және Раштадин сияқты тарихи мұсылман тарихшылары жазады. Әрине олар мұсылман тарихшылар болғаннан кейін олардың өзінің көзқарасы бар, сол субъективті пікірі бар. Ал одан бөлек Қытай тілінде жазылған Юаньшида немесе грузин жылнамаларында бұл фактілер керісінше басқаша жазылады. Осылайша сұлтан моңғолдарға соғыс жариялады деп айтуға болады. Біз ойлайтынбыз, мысалы Шыңғыс хан керуен отырарды, жаңағы Қайыр хан тонағаннан кейін соғыс жарияланды деп. Негізі соғыс жарияланған себебтердің бірі осы Харемшахтың жошы әскеріне шабуыл жасағаны. Содан бері жаңағы жошы хан Сырдария бойында жаңағы соғысты бәрімізге мәлім. Бұл соғыс туралы енді отырардан бастап Сығанақ, Үзгент, Баршынкент, Жент, одан Женттен барып Аралдан асып төменгі жаңағы Үргенішке барып сол Үргенішті жалау алды. Үргеніштен 1221 жылы жошы хан ешқайда қайтпай қайтадан батыс Қазақстанға барып қыпшақтармен соғысын жалғастырған болатын. Бұл біздің алтыншы тезисіміз. Сол кезде Жем мен Жайық жошыға бағынды, ал одан кейін 21 жыл жошы хан әскері Жайыққа барды. Жайықтан ары қарай өтіп
Еділ мен қазіргі Башқұртстанның оңтүстік жерлерінен дейін жеткен болатын деген сондай деректер бар. Бұл деректер біздің әріптесіміз финляндиялық фин тарихшы Роман Хаутала бұл оқиғалар туралы латын деректерінде бар деп көрсетті, оларды аударды. 22 жылы Башқұртстанға жеткен анықтаған болатын сол. Ал содан бері Жошы Сырдарияға келіп, Сырдариядан қайтадан Шығыс Қазақстанға қазіргі Ертіс өзен жағасына қайтып келді. Осы Ертіс өзен жағасында қайтыс болды деген пікір білдіреміз. Сол назарларыңызға рахмет. Жалпы Жошы хан 25 жылы қайтыс болды. Сұрақтарыңыз болса, Рахмет, Қанат Мырза. Сұрақтарды баяндамалардан соң аламыз. Жошы жорықтарын